Жаңа кітаптың тұсаукесері кітапсүйер қауым үшін әрқашанда ерекше оқиға. Өйткені кітап адамзат ақыл-ойының інжу маржанын ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп беретін ғажайып құрал. Жақында белгілі ұстаз, іскер басшы, халқының қамқоры бола білген абзал азамат, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Еңсепов Бердінжай Еңсепұлы туралы ұстаз ізгілік бәйтерегі атты жинақ жарық көргенді. Кітаптың мазмұны бай, тәрбиелік мәні ерекше екендігін сөздеріне арқау еткен оқырман өз ойларын ортаға салды. Ұстаз ізгілік бәйтерегі. Яғни бұл кітаптың редакцияланып жатқанын мен білген жоқпын. Әйтпесе, мен ағай туралы осы кітаптың ішкі мұқабасына пікірлерімді жазған болар едім. Мына кітапты ұстай отырып, ағайдың бізбен бірге ең алғаш мектеп табалдырған өзін аттаған кездегі еңбек жолы есіме түсіп отыр. Қарап отырсаңыз, осы Әлбек Жангелдин атындағы орта мектепте ағайдың әрбір іздері, ағайдың әрбір сөзі жатталып қалғандай көз алдына елестейді. Біздің осы мектептегі ең алғаш тұлғалық қалыптасуымызға, өзімізді ұстауымызға, өзімізді реттеуімізге көп еңбегін сіңірген ағай еді. Жалпы ағай өз сөзін байыппен сөйлейтін, білім нәрімен, рухани білім нәрімен сусындыртатын, өзін үлгі ретінде көрсете білетін мектеп басшысы болатын. Ағай осы мектептегі ұстаздардың дамуына, жаңа мектептің ашылу жобасына өз үлесін қосты. Мектепке келген кезімізде осы кітапқа қарап отырып, мұқабасын ашып отырып, менің жастық шағым есіме түседі. Яғни бұл кітапты оқып отырып, мен осы жас мұғалім болып, бірнеше сайыстарға қатысып, ағайдың жаңағы еңбегін ақтай алдым ба, алмадым ба деген кейде ойда қалам. Ағайға мен осы көп рахметімді айтам, себебі осындай ұстаз болып қалыптасуыма ағайдың еңбегі ерекше. Ағайдың жанұясына, отбасына, балаларына, немерелеріне алғысым шексіз, бақытты да ұзақ өмір кешсін. Ағайдың артында осындай ізгілік іздерін қалдыратын ұстаздары көп болғай дегім келеді. Мен Әлбек Жангелдин атындағы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Сақан Бағдәулет Елжанмын. Менің қолымда ғибратым ол кітап Еңсеп Бердінжай Еңсепұлы туралы ұстаз ізгілік бәйтерегі атты кітап. Мен бұл кітапты іңкәрдан алып қабылдадым. Бұл кітапты оқи отыра менің осы әкеме кітаптағы жаныма өзімді дүрсін көтере білген ол әке мен баланың сыйластығы еді. Кітапты оқи отыра әке мен баланың ара қатынасы, олардың бір-біріне сыйластығы және де әкенің балаға тәрбиесі осы қазіргі қоғамдағы көптеген адамдарға үлкен ғибрат болар еді деп ойлаймын. Өйткені қазіргі өзіміздің қоғамда әкенің айтқанын тыңдамайтын, олардың жалпы тәрбиесін ұқпайтын, тура жолдан адасып жүрген адамдар қаншама. Сондай қиқар балалар осы кітапты оқыса, өз-өзінің ішінен бір сілкіп алар еді. Бұл кітапты шығарған адамдарға мен үлкен алғысымды білдіремін. Осы кітапты оқи отыра, мен осы рухани азық ала білдім, түрлі ғибрат бар нәрселерді ұқтым. Және де Еңсеп Бердінжай ағайдың қарапайым өзінің адамгершілік қасиетін толықтай ұға білдім деп ойлаймын. Бұл кітап ұстаз ізгілік бәйтерегі айтып тұрғыза айтып тұрғандай жапырағы жайқалған бәйтерек секілді, оның ішінде ізгілік бәйтерегі ретінде менің көзім толықтай жетті. Алғаш рет өз ұстаздарымның қолынан көрдім. Барлық абайлардың қолында жүретін бұл нендей кітап деп менде ой туды. Сосын осындай қызығушылықпен үзіліс арасында абайлардан сұрап бір қарап шыққан едім. Осыдан кейін бұл кітапты толықтай оқып шығуды өз-өзіме міндет қылдым. Осы уақытқа дейін мен Бердінжай Еңсепұлы ұлағатты ұстаз, мектебіміздің бұрынғы директор ретінде ғана танысып, бұл кітапты оқып шыққаннан кейін оның өз ісіне адал жан екен, барлық ізгі қасиеттерді өз бойына жинаған, қасындағы жандарға
әрқашан көмектесуге әзір тұратын жан екенін түсіндім. Мен 8-ші сынып оқушысы Талмағанбетова Гүлзат боламын. Мен Сейтә тәтемнің үйіне барған кезде осы кітапты көзім шалған болатын. Кітапты алып оқысам, кітапқа белгілі ұстаз, халқына қамқор бола білген абзал азамат, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Бердімжай Еңсепов ағамыздың есімі енген екен. Ағайымызға мұғалімдердің жазған пікірі, ағалы, қарындастары, інілері есте алған сәттердің барлығы менің көзіме жас үйірді. Ағайымыз мектепті 25 жыл басқарған екен. Ағайымыз мектепті басқарған кезде мектебіміз Шалқар ауданы бойынан үздік мектептердің бірі атанған екен. Осы ағайымыздың есімі түскен ұстаз ізгілік бәйтерегі кітабымен танысқаныма, және де бұл кітапты оқығаныма мен қуаныштымын, және де ол үшін ешқашанда өкінбеймін.